Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода мен бір күндік Майк Тайсонның өмірін түсіретін боламын. Оның қалай тамақтанғаны, қалай тренировка жасаған барлығын түсіретін боламын. Майк Тайсонның 90% жасайтын біз өмірімізде 10%-ын да жасамаймыз. Соның 10%-ын тауып жасасақ, өміріміз өзгеруі әбден мүмкін. Сол 10%-ын тауып жасап тырысу керек. Ал біз ендеше бастаймыз. Барлықтарыңызға сәлем. Мен неге жайлап сөйлеп жатырмын? Себебі қазір есі дұрыс адамдар ұйықтап жатыр. Майк Тайсон ең алдымен ұйқыдан тұра салысымен таңғы пробежкаға барады. Ал біз ендеше далаға аттана берейік. Ада ешкім жоқ. Біз жүгіріп бара жатырмық. Көрдіңдер ғой. Ана далада адамдар аз болды, вообще болған жоқ почти. Басында тұрғанда өзіңді жүгіргенде әлсіз сезінесің, содан кейін керемет болады. Жүгіріңіздер, денсаулықтарыңызға қараңыздар. Осыдан кейін Майк Тайсон ұйқыға кетеді. Күн тәртібі реттеледі. Майк Тайсон таңғы асқа овсянка жейді екен, бірақ мен жұмыртқа жейтін боламын. Өткені. Соңғы булочка. Тема. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сан-Тропе, когда твой взгляд? Достар, тренировкадан кейін тағдай 2000 рет пресс жасайды екен, 500 отжиманий, мойын качать етеді, тағда 800 приседаний. Енді біз барынша жасап көреміз, ал ендеше біз бастай берейік.
Оңай сияқты көрінеді, бірақ оңай емес. Обедімді ішіп алайын, және демалып аламын. Достар, мойын, іш бәрі ауырып кетті. Бірақ мен оның барлығын жасаған жоқпын, бірақ сонда да ауырып тұр. Осы тренировкалардың арқасында Майк Тайсон 13 жастан 19 жасқа дейін жасаған. Осы тренировкасының арқасында ол ең жас чемпион атанып, ол рекордты әлі ешкім бұзбаған. Егер саған 13, 14, 15 жас болса, жаман нәрселерді жаныңнан шегеріп таста. Және де не нәрсеге бағытталғың келеді, сол жақтан жұмыс жасасаң, сен өз мақсатыңа жетесің. Сондықтан да уақытыңды босқа өткізбе, досым. Қош сау болыңыздар, сіздермен болған мен Маруф.